Достар, қайырлы күн. Мен сіздерге шұғыл және керемет жаңалықпен шығып отырмын. Білмедім, енді кейбіреулер қолдайды, кейбіреулер қолдамайды. Ол туралы комменттер жазасыздар ғой, микрокредит кешіріледі. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Әбдірахманов мырза бүгін хабарлады. 28 мың қазақстандықтың 600 миллион теңгеге микрокредиті кешіріледі. Тема актуалды ма? Актуалды болса, сразу менің каналыма подписаться кнопкасын басыңыз. Себебі кредитті қалай тиімді жабу, банкротство, алимент, именно кредиттің тиімдісін алу, тиімді жолмен жабу, осы темаларды біз қозғаймыз менің парақшамда. Және сразу лайк басыңыз, Қараңыздар, достар, бізде банктер бар, микрофинансовый компаниялар бар. Шатастырмаймыз, кімнің қандай кредитін жабатынын қазір түсіндіретін боламын. Банктерден сіздер кредит аласыздар. Оның беззалоговый бар, залоговый бар, ақшалай автокредит, оның барлығы банктерден алып жатырдар. Енді екінші микрофинансовый компаниялар, бұлар заңдық тұрғыда банктер сияқты крупный кредиттер бере алмайды, дегенмен өздерінің шектеуі бар, бұлар да қарызға ақша беретін кредитке, микрокредит. Именно микрокредитный компаниялар берген қарызды кешіретін болады. Және бұл беззалоговый. Және бұл менің ойымша, енді қосымша айтып отырмын, бұл краткосрочный микрокредиттерге қатысты. Неліктен? Себебі микрокредиттер екіге бөлінеді, ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге берілетін. Мына сіздердің алып жүрген 30 мың теңге болып кейін өсіп кеткен, немесе 100 мың, 150 мың көлеміндегі микрокредиттеріңіз вот как раз қысқа мерзімдегі микрокредитке жатады. Және бұл осы просрочкаға кеткендер деп ойлаймын. Енді бұл туралы прям нақты айтылмаған, бірақ 28 мың адамның 600 миллион микрокредиті жабылады. Кейбіреулер менен сұрап жатыр, мына жақта инстаграмға жазып, менің Народный банктегі залогпен алған кредитім жабылады ма? Достар, мен сіздерге қайталап айтамын, бұл тек қана микрокредитке қатысты, кішігірім кредиттерге, және оның общий көлемі 600 миллион теңге. Осы орайда кімде микрокредит бар, кімнің баласында, кімнің күйеуінде, немесе досында, інісінде микрокредит бар, комментарийге жазып отырыңыздар. Мынаған назар аударыңыздар. Вот қазір сіздер прям осы сұрақты сұрайсыздар ғой, қайда барып өтініш жазуымыз керек микрокредитті кешіру үшін? Вот сразу миыңызға уже жазып тастаған боларсыз төменге комментте. Ешқайда барудың қажеті жоқ пока. Нұрлан Әбдірахманов өзінің хабарламасында айтты, 28 миллион қазақстандықтың 600 миллион теңгелік микрокредиті кешіріледі. Менің болжауымша, бұл список уже сформирован. Дәл қазір ой кешіреді екен ғой деп, новый микрокредит алушы болмаңыздар. 2019-да солай істедіңіздер ғой, алмаңыздар новый микрокредит. Почему? Потому что уже ол сформирован ол список, менің болжауымша. Неліктен? Енді мен даже, 99%-ға точно ол сформирован деп ойлаймын. Неліктен? Себебі бұл, скорее всего, ұзақ уақыттан бері жабылмаған, және просрочкаға кеткен адамдардың микрокредиттері деп болжаймын. Және қазір сіз, вот мен қазір осы акцияның ішінде кредитім кешіріп кетеді деп, бүгін қазір даже онлайн отырып микрокредит алып отырған болсаңыздар, әсіресе жастар, қатты қателесесіздер. Себебі бұл мераны АРФР, яғни қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осы жылдың басынан бастап реттеді. Микрофинансовый компаниялардан статистиканы сұрады, қанша адамда просроченный задолженность бар, қандай просроченный задолженность деп, оның көлемін портфельде есептеді. Және соның нәтижесінде осындай шешімге келіп, енді халыққа хабарлап отыр. Сондықтан қазір барып жаңа микрокредитті алу, ол үлкен қателік болады. Ондай сіздің жаңадан алған микрокредитіңізде ешкім кешірмейді. Бұл уже сформированный список, яғни бұның кімнің микрокредиті жабылатынын уже мына жақтан микрофинансовый компаниялар мен қаржы нарығын реттеу агенттігі уже тізімін жасап дайындап қойды. Оны жуырда хабарлайды. Мен ол туралы сіздерге инстаграмда, телеграм каналымда және тикток, ютубта хабарлайтын боламын. Мынаған назар аударайық, достар. Жалпы микрокредитті кешіре береді екен деп жаңадан алушы болмаңыздар. Қазір, бұрынғыны кешіріп жатыр ғой, мен қазір ала салайын, түбінде келесі жыл төлемей кетсем кешіреді деп ойламаңыздар. Менде мынадай сұрақ туындады. Неліктен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі екінші рет осындай кредит кешіретін акция жасап отыр деген? Себебі 2019 жылы шілдеде президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын, бұл акция, кредитті кешіру бойынша акция, тек қана бір рет болады. Бұған дәнікпеңіздер, бұған үйреніп кетіп, үнемі үміттеніп отырмаңыздар деген болатын. Естеріңде болса, 2019 жылы мемлекеттің есебінен 1 миллион 200 мың
Представляете, 1 миллион 200 мың адамның 33 миллиард 600 мың теңге кредиті кешірілді. Және сол акция болған кезде президент айтты, бұл бір реттік акция. Бұған үйреніп, дәнігіп кетіп тағы да кредит алмаңыздар деп. Бірақ кредиті кешірілген адамдардың өзі қайтадан кредит алды. Ал енді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бұны екінші рет жасап отыр, араға бір 2 жыл уақыт салып, иә. Енді ойланыңыздар, неліктен бұлай жасалып отыр? Менің ойымша, мұның бір себебі, басты себебі мынау. Кезінде мен 2020 жылда басында январында алғашқы курсымды шығардым. Қарапайым халыққа арналған микрозаймға артық процент төлеме деп. Және сол курста мен сіздерге үйреттім. Лицензиясыз берген қарыздың үстіне процент төлемеуге болады. Қалай төлемеу керек, қалай сотқа беру керек, оның барлығын үйреттім. Білесіздер, иә, мысалға Money мен KKZ дегеннен менің курсымда оқыған шәкірттерім 600 мың, тіпті 1 миллион 200 мың, 1 миллион 800 мың үстіндегі артық төлеген проценттерін сот арқылы қайтарып алды. Және сол кезде біз үнемі сотта дәлелдедік. Лицензиясы жоқ компаниялардың микрозайм беруге құқығы жоқ деп. Бірақ қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі сол кезде өзінің басын алып қашты. Біз тек қана лицензиясы бар компанияларды қадағалаймыз, лицензиясы жоқтар бізден вообще алыс, біздің қатысымыз жоқ деп. Бірақ араға 2 жыл салып, мен қанша шәкірттерім сотта жеңіп шықты ғой, артық проценттерін қайтарып алды. Сол мен именно микрозаймға артық процент төлеме деген курсымда оқыған шәкірттерім. Ол туралы нәтижелер, результат, барлығы Гүлмира Қарсай нәтиже деген парақша бар. Енді мен жалғыз өзім күрестім деп айтуға болады сол кезде. Неліктен? Себебі айналамдағы юристтер, даже қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне мен обращение жазған болатым сол кезде. Бұл дұрыс емес, мына микрозайм компанияларын жабыңыздар, бұлар қарызды 100 мыңды 700 мыңға жеткізіп жатыр, бірнеше есе көбейтіп жатыр деп. Сол кезде маған да жауап берді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Айналайын, бұның лицензиясы жоқ болса, бізге ешқандай қатысы жоқ, біз бақыламаймыз, біз тек қана банктерді бақылаймыз және лицензиясы бар компаниялар деп. Енді араға 2 жыл салып, өздерің білесіздер, 2021 мен, 1 жыл салып 2021 жылдың наурызынан бастап лицензиясыз микрокредит беретін, микрозайм беретін компанияларды толықтай жапты. Оларға талап қойды, 2021-нің 1 наурызына дейін лицензия алыңыздар, әйтпесе жабыласыздар деп. Мына бұрын лицензиясыз қарыз беріп жүрген KKZ, Money мен Aventus деген компаниялар болды ғой, өздеріңіз білесіздер, иә. Деңгей клик, олардың барлығы 1 наурыз 2021 жылға дейін лицензия алды. Бастапқыда олар лицензиясыз беріп жүрді. Және қарызды 2, 3, 4, тіпті 7 есе өсіріп жіберген кездері болды. Менің шәкірттерім сотқа беріп, жеңіп шығып, артық процентін қайтарып алды. Әрі қарай олар, бастапқыда олар микрозайм болды, лицензиясы жоқ болды. Кейін олар лицензия алды, уже микрофинансовый компания болды. Және микрофинансовый компания болған күннің өзінде қазір қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бақылап отыр ғой, себебі олардың лицензиясы бар. Бірақ солай инфо болған күннің өзінде осы онлайн кредиттерді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі толықтай 100% қадағалай алмай отыр. Себебі көптеген нарушение бар микрофинансовый компанияларда. Және осы лицензиясы бар микрофинансовый компаниялардан алған кредитке қатысты, микрокредитке қатысты, мен бөлек курс жасадым, микрокредиттен график алу деген. Неліктен? Себебі көптеген адамдар микрофинансовый компаниялардан қарыз алады, 30 күннің ішінде, немесе 45 күннің ішінде, максимально 45 күнге береді ғой олар ана краткосрочный займды, қайтара алмайды. Және ол өте көп болып өсіп кетіп жатыр. Сразу шотный арестке қояды, иә. Бастапқыда 1-1 қосылып дегенде. Осындай көп нарушениелер бар, және осының барлығын соңғы 3 жылда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі толықтай 100% қадағалап заңдастыра алмай отыр. Заңдастырамыз деп лицензияны талап еткен күннің өзінде бүкіл инфоларды қадағалай алмай отыр. Тіпті жиі кездеседі, біреудің удостоверениесін, немесе телефонын, немесе мына банктік картасын қолданып, біреудің атына екінші адам алаяқтық жолмен микрокредит алады. Осының өзінде қадағалап шеше алмай отыр. Мен ойлаймын, осы 28 мың қазақстандықтың 600 миллион микрокредитін кешіремін деген акцияның астарында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өзінің осы олқылығын, өзінің осы бұрынғы қателігін жауып қойғысы келіп отыр. Ескеріңіздер, бұл қарызды мемлекеттің есебінен емес, микрофинансовый компаниялардың өздері кешіреді. Және менің үмітім бар, әрі қарай осы акциядан кейін, хотя бы осы акциядан кейін, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бүкіл микрофинансовый компаниялардың жұмысын қатаң бақылауға алып, олардың қарызды асыра көбейтпей, заңның шеңберінде ғана пеняны қосуын қадағалайды деген ойдамын.
Сіздердің қандай ұсыныстарыңыз бар? Жалпы микрофинансовый компаниялардың тарапынан қандай құқық бұзушылықтарды көріп жүрсіз? Осы туралы пікірге бөлісіп жаза отырыңыздар. Бұл видео егер актуалды болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма подписаться етіңіздер. Себебі 62%-дан жоғары оқырмандарым менің осы YouTube'дағы пайдалы видеоларымды без подписки көреді екен. Жандарым, сол подписка ақылы емес. Просто сіз егер менің каналыма подписаться кнопкасын басып, осы видеоға лайк бассаңыз, көптеген қазақстандықтар менің видеоларымды көреді, нәтижесінде өзінің қаржылық құқықтық сауатын арттырады. Міне осыған өзіңіз тегін жолмен септігін тигізе аласыз. Подписаться ету ол тегін. Егер микрокредиттеріңіз бар болса, оларды заңды жолмен шешкіңіз келсе, және микрокредиттен график алғыңыз келсе, мен осы видеоның астында прикрепить етіп өзіміздің менеджердің номерін қалдырамын. Сол менеджерге жазыңыздар. Бізде арнайы қолжетімді бағада микрокредитке график жасау деген арнайы курс бар. Тіпті микрокредитный компания сізге график беруге отказ берген күннің өзінде не істеу керектігін мен түсіндірем. Ал егер де сіз, Гүлмира ханым, мен де сіз сияқты осының барлығын біліп, үйреніп, менде табыс тапқым келеді, айналамдағы кредиттен, микрокредиттен, алименттен қиналып жүрген адамдарға көмектескім келеді десеңіз, онда бізде кредитный специалист болып айына 500 мыңнан жоғары табыс табуды үйрететін тиімді несие про деген арнайы курс бар. Қатысамын десеңіз, тоже осы видеоның астындағы WhatsApp-қа жазыңыздар. Сіздерге именно менің YouTube-дағы оқырмандарыма арнайы жеңілдікпен бұл курсты беретін боламыз. Аман сау болыңыздар, бай бақуатты болыңыздар. Қаржылық сауат болыңыздар, арттырыңыз. Күнделікті менің пайдалы видеоларымды